Каждое движение это победа, да, бізге. 2024 жылдың 6 қыркүйегінен бастап мүгедектігі бар балаларды оңалту пилоттық жобасына Қазақстанның 4 ірі қалаларында, яғни Қызылорда, Семей, Павлодар және Шымкент қаласы қатысып отыр. Шымкент қалалық филиалында қазіргі таңға дейін 400-ден астам балаға қызмет көрсетілді. Олардың 329-ы қазіргі таңда қызмет алып жатыр. Яғни тірек буын аппараты бұзылған балаларды үй жағдайында оңалту пилоттық жобасы. Пилоттық жобаның негізгі мақсаты тірек буын аппараты бұзылған балаларды үй жағдайындағы оңалту, яғни олардың өз-өзіне қызмет көрсету дағдыларын қалыптастыру және қоршаған ортаға бейімдеу. Бұл баланың отыра алады, басын ұстайды және екі аяққа тұру, аяқты тіктегіш болып табылады. Аты вертикализатор. 1 жастан 5 жасқа дейінгі балаларға арналған, үйге тегін 4 айға беріледі. Біздің пациенттеріміз оң нәтиже көрсетіп, 2 айдың ішінде жақсы нәтижемен жағалап, стөлді солай жақсы оң нәтижемен келіп жатыр. Бұл орталық туралы мен реабилитационный центрге барып жүретінмін. И сол жерде бір ата-ана поделилась, что осындай мемлекеттік көмек бар деді да маған. Именно технический средства реабилитации береді деп. Осыны естіп, жүгіріп келдім, документтерімді, құжаттарымды тапсырып. Командаға рахмет көп-көп, Салтанат ханымға тез-тез құжаттарды не қылып, буквально 2-3 күннен кейін бізге уже вертикализатор әкеліп берді. Каждое движение это победа, да, бізге үлкен нәтиже. Мемлекетке өте рахмет, да, біздерге что такое помощь нам оказывает, да, что есть такая возможность. Бізге главный қазір не баланы тұрғызу, жүргізу, сөйлету ғой. И осындай көмектерге мемлекетке өте алғысымды айтамын. Тірек қимыл аппараты бірнеше диагноздар, мысалы оның ішінде атап айтсақ ДЦП, Дауна, гидроцефалия, микроцефалия, тұқым қуалы аурулары бар кездесетін диагнозда мемлекетаралық шкалалар бар, бағалайтын. Сол бағалауға сәйкес баланың ауырлық дәрежесіне байланысты осы жердегі инновациондық оңалтудың техникалық құрал жабдықтарын беріп отырамыз. Ата-анасына жеке қосымша орната отырып, ұялы телефонына ата-анаға ыңғайлы уақытта жаттығу орындалады, жіберіледі. Сол жаттығуға сәйкес ата-ана орындаған жүйені бізге кері байланысқа есеп беріп отырады. Сол есепке байланысты біз баланың динамикасы, оң динамика жасалып жатыр ма, немесе теріс динамика жасалып жатыр ма, әр ай сайын есеп беріп отырамыз. Мен осы орталықта айтып өтейін, мен осы орталықта әрдайым бізден күніге бақылау сабақ алып отырады. Біз өзімізге жаттығу үйретеді. Баламен және өздеріңіз де жұмыс жасаңыздар. Ол ата-ананың балаға деген сеніммен жұмыс жасауы бір жақ қана емес, екі жақ бірге жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Екі жақ бірге жұмыс жасаған кезде сол кезде нәтиже шығады. Менің баламнан қазір көріп тұрсыз ғой өзіңізде, уже нормально, уже мен результаттарын айтып жатырмын, уже мақтанам, уже шүкір деймін. Мен ата-аналарға ұсынар едім осы орталықты. Әрдайым тоқтамай өздеріңізде осылармен бірге, осы ұжыммен бірге жұмыс жасасаңыздар, сіздер де біз сияқты жаймен нәтижеге жетесіздер деп айта аламын.